Bellissimo. Right, your digital currency wallet, Yeah. cryptocurrency, Yeah. and you can withdraw it here. BTC, LTC. Гүржістанда сөйтуге болады екен, криптовалютаны шешіп алуға болады екен. Вау. Өте қызық екен бұл жерде жазулары. Бұндай. Не, essential. Pit stop. Сосын маған жаңа Мишель бар ғой, француз бала. Бала емес негізі ағай ол дейді, 30 доллар ма. Маған бір мекенжай берді. Кілең саяхатшылардың вендермен жүреді ғой, микроавтобустармен. Мишельдікіндей сондайлармен жүретін нүкте қаланың ішінде Тбилисиде. Соған барып көремін. Маған осы автобус керек. Hello. How much? I don't speak Georgian, sorry. Сондай Джорджан адамдар кішкене өз тілдерінде сөйлейді екен, оларға бәрібір. Сен кімсің? Қай елден келдің? Бізше сөйле дейді. Ал қалай? Қызық факт, мында метролар бар екен. Мінекей, Сараджишвили метролары қақөсті. Иттер өте көп екен, және байқағаным, әр иттің құлағында, оң құлағында осында сары белгі бар. Мында да картамен төлеуге болады екен. Мінекей, метролары. Өзбекстан метросымен салыстыруға келмейді екен. Say hi to my vlog. Метролары жаман шулы екен. Мынаны қараңдар. Ашылады екен. Өзбекстанда TikTok маған рұқсат бермеді, бірақ Өзбекстанда да осылай қаланың ортасында метро, сосын шығып жатқан кезде осылай ашылады. Қала ашылады. Жаман емес. Вау. Өзбекстан айтады екен. Метролары өте ескі екен. Бәрі штукатурка бәрі түсіп жатыр. Жарықтарын көрдіңдер ғой, шамдарын. Мынау деген Абай бекетінің ар жақ бер жағы екен. Жастар көп жүреді екен бұл жақтарда. Футбол алаңы. Мынандай алтын шіркеу тұрған. Алма сатып алдым. Гүржістанда алмалар күшті. Дәмдері бөлектен түрін қараңдар. Нағыз алмаға ұқсайды, иә? Ағаштан жасалған үй. Вахтанг 6-шысы көшесі. Қандай әдемі гүлдер. Мынауын қараңдар, пальма лицейлар тұр. Біріне өсіп тұр. Анарау деймін. О, жүзім. О, вау. Қолым жетпейді ау. Құдай, біріне етейін. Ең қиыны бар ғой маған. Қалардың аралар емес. Қаладан қалаға жету оңай. Машина тоқтатасың, отырасың, болды, күтесің жеткенше. Қаланың ішіне жетсем ғой, өсіп жүрем мен. Құдайым, 13 килограмм болып жүрем. Мына нелерім, иықтарым ауырып жатыр. Қызарып. Жетір. Үштік кафедралі. Вах, машалла. Бәрекелді, вау. Маған шіркеулердің архитектурасы жамандайды, мен айттым ба? Айтқан сияқтым, иә. Бірақ күшті да. Қараңдаршы, мынаны қараңдаршы. Вау. Вау. Биіктігі 100 метр деймін. Қабырғаларын өзін айтшы. Вах. Бұл ағай, Эфиопиядан келген, ол христиан. Әйелі екеуін маған айтып жатыр. Балалы болу керек, бала туу керек деп. I agree, you know, in Buddhism there is like Reincarnation. there is reincarnation and nirvana. You know nirvana? Yeah. The only way to reach nirvana is by being born as a human. So you have a point, but I'm too afraid of taking that responsibility over someone else's life, and like it's basically like attachment for your entire life. What about your parents, for example, for you? They did a good job in their own terms, but I feel like I'm not sure if I would But
I would want to impose the same on my child. But at the same time, because you learn something from them, you know also their shortcomings, Yes. so you can improve. Yes, but where I improve, but I will be horrible in a different Then way. they will learn also from you. Nobody You is cannot- perfect. Yes. But I love my unborn child so much that I don't want to bring him into this world of suffering in the first place. There is also a nice part of the Oh, world. yeah. There is a joy. You enjoy now. Yes. You interact with people like us. Yes, So yes. what's wrong with that? It is joy indeed. You guys wanna say hi to my vlog? Hi. Injustice Yes. and suffering in this world. And the Christianity, the origin of that is because of sin, the world. Yeah. Everybody, all of us. We are all We are sinful. not perfect. Yes. Christ died for us, so that we can. Yeah. That's- For our sins. Yes, exactly. So when we die, we will be resurrected again and live with God, with Jesus. Yeah. Мынаны аударғаннан кейін жаман мені боқтайтын шығарсыңдар. Мынау не деген кәпір деп. Неғып Меккеге бара жатыр деп мынандай ұғымдарың. Сондаймын енді. Мен бөлінгім келмейді. Бірге келдік. Вау. Истері сынаған. Негізінет түскен истері. Кафедралға да келдік. Holy Trinity, киелі үштік кафедралі. Исаның үйі. Құдайдың үйі. Аш түсіндіріп жіберейін. Неге үштік, неге киелі үштік, ол не деген? Христиандарда андай бар. Олар шоқынады ғой, сол кезде айтады. Үш саусақпен in the name of the Son, of the God, and of the Holy Spirit. Amen дейді. Ол не деген? Алланың атында, баласының атында, және киелі рухтың атында. Демек, оның үшеуі де бір нәрсе. Православныйлар олар кішкене басқаша ойлайды, қателеспесем, бірақ мысалы протестанттар мен католиктер олардың ұғымы бойынша Иса пайғамбары ол тек қана пайғамбар емес, тек қана адам емес, ол Алла тағаланың баласы болған, ол негізі Құдай да болған. Екеуі де, үшеуі де бірге. Киелі рух болған ішінде өзі баласы болған Құдайдың, және өзі Құдай болған. Және ол қайтыс болғанда ол біздің күнәларымыз үшін қайтыс болған деп айтады. Солай. Ал, болды. Құдай келді. Құдай деген Гималай келді. Иығым тиісіліп жатыр. Ал, ханымдар мен мырзалар, Тбилиси қаласы. Міне, бармағым қарай батыр күн сайын алдындағы Өзбекстанда қыс алғам ғой. Ал, үйге кеттік ал. Ой, ұмытып кеттім ғой, менде үй жоқ екен ғой. Міне кішкентай бұлақ, андай тастар. Мынаны қараңдар. Үстіге жүзім өсіп тұрады. Камар жоба. Және осындай кішкентай фонтан бар, сумен. О, су түсті. Жүріп атқан ғой. Марихуананың есі шықты ма? Шіркеу. Және міне көріп тұрсыздар. Тегершектегі үйлер. Кішкене мен сияқты шығар. Бірақ менің ойымша венмен жүрген сәл оңайлық. Мінекей.
Осы жерде мен бүгін ұйықтаймын. Және темір жолды көрсетіп жүрейін. Pas bien, mais pas très bien. Франциядан келген екен. Quelle ville en France? Avignon. Avignon. Où est Avignon. Non, ne sais pas. Avignon. Oh, Lyon. Oh, entre Lyon et Marseille? Oui. Peut-être. Il est bon. Reinbeck. Enchanté. Enchanté. Reinbeck. Allez. Allez. Enchanté. Je vais obtenir un visa par Israël et Irak. Je veux voir Bagdad. Bagdad est comme la ville. Si tu vas en Israël, tu peux pas aller en Irak. Oh. En Irak, ils n'aiment pas les Israéliens. Oui, je sais. Mais maintenant, j'ai entendu que le border, quand tu visites Israël, maintenant, il n'est pas comme stamp, passeport. Sur le papier. Alors, tu peux visiter. Il y a des pays comme ça. Mais maintenant, je suis complètement surpris que je suis en train de parler avec les personnes françaises. Vraiment, waouh! Un jour, je ne pensais jamais qu'un jour, j'ai parlé. Si tu as appris, c'est pour parler à des Français. Eh oui. Comment? Le français. Si tu as appris Le français. le français, c'est pour parler à des Français. Des personnes en français. Apprendre. Ok, Hein, j'ai appris. Parler. Avec. Bien sûr. Tu parles. Je parle anglais, français, espagnol, russe et kazakh. Қарбыз жейін деп жатыр ақ. Компания. Үйтіп, мінекей кетпей қалған кірді, үйтіп ілеміз. Кім кебер, кетпесе ертең таңертең әбден кебеді. Vous êtes trop amable. C'est américain? Hein? Américain? Non. Merci beaucoup. Таңғасым. Кіріміз қалғанбыз. Кіріміз кепкен. Керемет. Кепкен. Үздік суымызды толтырып аламыз. Mandoba jua mas. Wah. Өте балғын. Осындай кафеге жұмыс істеуге келдім. Аспалдағы әдемі. Қараңдар. Кетерім түсіп жатыр. Мантама беріп жатыр бастан. Merci beaucoup. Oh, really? Yeah. Okay. Linç pişirgelim. Ал, біз қазір Израильдің елшілігіне бара жатырмыз виза жөнінде сұрастыруға. Бекер келген болып тұрмын, өйткені мұнда маған парақ берді, айтты, осымен шал дейді, осы номермен. Не үшін келдім? Мұнда біратыға Ирактың да елшілігіне соқ дедік. 2,5 километр жерде екен бұл жерден. Қазір барамыз. Мінекей қызық нәрсе бар. Бағдаршамдарында осындай біреу бар екен. 1,5 бас деген. Сонда тек қана автобустар өтуге болады. Мына артынан айтқан сияқты ол. Негізі мінекей өте жасыл қала екен. Былай дегенменен өте керемет. Бұл автобустың ішінде кәлемшеге болмайды екен. Тағы да бір
тбилисидің кішкентай бөлігі арнайы. Ирактың елшілігіне келдік. Мінекей. Plant-based Whopper, да, то есть өсімдік көзді Whopper, да, өсімдіктен жасалған. Бесетін Bean Burger бар. Уф, қандай керемет. Бұл деген жеңіс. Бургер Кингтонс. Так, ал көрсетейін. Фри. Фри. Та-дам! Найс! Бұл толықтай өсімдіктен жасалған. Дым ет жоқ. Мынаның ішінде ет емес. Осылай Тбилисидің центрінде жүріп күшті жүрмін. Красиво қалай екен. Тарап сатап. Вау, мынаны қараңдар. Вау, қандай әдемі. Мына несіне, мына ене. Айтпақшы мінекей менің визам. Да, келесі виза, и-виза беріп ішу. Қаншалықты күнге, мынау сондайым. Мен $107 төледім. Осы жексенбі күні, 1 апта бұрын, бәлкім. И өте оңай болды жалпы электрондық виза ғой, өте керемет. Көрімдікте Каспий жүрсеңіз де болады. Қирап жатқан үйлер, мына геттоларға ұқсайды екен. Қала мындай бір әдемі ғимарат, құдай білсін не екен. Мінекей телемұнаралары. Тынсын, Макдональдс. Biz Европамыз. Tbilisi is the capital city of Europe. Қараңдар. Бұл қателеспесем мемлекеттік ғимарат. What is this? Parliament. Матлаба. Парламентный дейді. КБТУ бар ғой, КБТУмен салыстыру екен. КБТУ деген кішкентай нады. Қиылыстар өте қызық. Былай кетеді. Былай кетеді.
кейде ойлаймын бар ғой Пауло Коэльоның кітабы бар ғой алхимик деген сол кішкентай бала сияқты жүрген сияқтымын бар ғой кейде сондай сезім келеді ескі қала деген шынымен де ескі екен сондай жермен өтесің мінекей сағат Clock Tower сағатының арасы мінекей мынандай адамдарға арналған көпір бар екен Кура деген өзені Тбилисидің дәл орталығында мінекей мынандай тарихтары жазылып тұрған екен War in the region of Abkhazia 1992 жылы Abkhazia is Georgia, Russia kills 2004 жылға In August of 2004 in the region of Tskhinvali started конфликт басталған 2008 The war against Georgia in the region of Tskhinvali Tskhinvali регионында соғыс Гүржістанға қарсы орыстардың агрессиясы 228 бейбітшіл азаматтарды өлтірген 170 балуан жауынгер соғыс туралы мынаның бәрі Ресей Russia kills Алехо Джувели execution біреуді өлтірген өлім жазасы 24 жылы 25 жылы мынаның бәрі тарих мынаның бәрі Гүржістан тарихы The uprising of the regular people 1856 жылы Ресей империясына қарсы көтеріліс Heavy governance tax of the Russian monarchy орыстардың монархиясы өте биік салықтар қойған екен 1841 жылы The leaders were Shakish okay brother Gubunava ағайындары uprising көтеріліс мынаның бәрін пауза қойып оқып шықсаңыздар болады өте қызық 1801 жылы басталған кімдер мынаның бәрі тарихы гүржілердің қандай керемет идея Heavy governance tax of the Russian uprising, murder of meaningful public figure Dmitry Kipyan, whitewashing of churches with burned lime, robbery of golden icons. Орыстар не істеген екен, ұрлаған екен алтын иконаларды шіркеулерден. Гүржі тілін мектептерден, соттан және шіркеулерден жоқ қылып жүрген, қайып қылған, орыс тілін қалыптастырған керісінше. Соның орнына мәссаған, қаншама, орыстар қаншама кесірлік азап әкелген бұл халыққа, Гүржі халқына. Вау! Мына жер бар ғой, кішкене Times Square-ге ұқсайды да. Негізгі билборд, екі көше, адам толып тұрған. Осындай мияңнадақтармен кездестім. Мынандай әдемі жерге келдік. Кілең жастар. Не сияқты ғой? Панфилова, Панфилова. Біздікінде Алматыдағыдай өте әдемі жер екен. Вау, қызық жүрейін. Мінекей. Марихуананың иісі сезіліп тұрған жоқ, бірақ жалпы әдемі. Вау. Өте керемет. Кәдімгідей найтлайф. Вау, қараңдар қандай тыныш көше. Әп-әдемі екен. Қараңдар, 2,5 литр сыра сатады екен. Ал қалайық көрсетіп жүрейін дегенім сіздерге, бұл менің ұйықтайтын жерім. Неге бүйтіп қойдым? Шатырым ішінде, және ішінде қойдым. Көрпем, матрас, и мына жерге мен дорбамды қойып қоямын. И мынандай кішкене жабық, орын, и мінекей көрсеңдер болады. Иттермен Карин деген француз ханым, медиатордың оның күйеуі оларда баласы бар. Бәрі осы жерде отбасылармен. Мына жерде кішкентай көрпе бар. Мынаның ішінде тағы 2 француз ол жоқ, и оларда балалары. Мінекей. Жалпы мынау не ғой, лагерь ғой. Кілең саяхатшыларға арналған.
мінекей мына автобуста гүржі баланың істеп жатқан жобасы. Ол автобуста сондай неге жүретін мынау деп жатыр. Олар мотормен айналысып жатыр, олар жөндей алмай жатыр. Ресейде машиналар сынып қалған. Мына жерде кәрі қарт жүріп тұрады. Бұл тоже француздар, клейн француздар менен. Алексей, tu veux dire bonjour pour mon vidéo? Ya bon, elle est touchée. Tu as une douche? Non. Bouteille d'eau. Ah, le même. Je fais le même. Bu Alexis, onun kişiler İspanya'dan, bizi Fransa'da uzun. Kevin? Paris, Alicante. Ah, okey. Paris fantastik. Solay. И она шеркеу. Один. Надо лагерь. Solay. Alexis жуынып жатыр. Aa, et diyor diyor. Ya, işte. Al, kibir dostlarımız ketip baratır. Ketti al. Tu parles kazakh? Non. Tu peux dire Jeanne. I. Non, tu ne veux pas. Ok. Dis bonjour. Maintenant, c'est le bouton, ça. Ouais, lui c'est le bouton. Attends, le bouton. Il n'y a plus de batterie, on va le ranger. Extraordinaire, des produits extraordinaires. Faut que ça me pue. Мінекей осындай кафе, Илья ағамдікі, және мінекей қабырғаларында өте көп, өте көп, мындай түрлі теңге де бар екен, рубль, юань, лира, кілең осындай өте әдемі суреттері де. Спасибо за обед дейді. И сосын мінекей Өзбекстанның сомы да бар, Түркістанның картасы, мінекей өте вайби жер. Осындай шампиньондар мен саңырауқұлақтар тағамы келді. Ал көрсетіп жіберейін. Осындай, о май гад, шампиньон мен сыр. Бірегей соусымен керемет. Жапан кафесінде Илья аға мен келіндер. Керемет кафе. Как называется? Без названия. Восточная кухня деген кафе. Керемет. Керемет жер, вайби, өте рухани. Ал кететін енді біздің де кезегіміз. Ciao. Ciao, ciao. Au revoir.